Сәлеметсіздер мен құрметті әріптестер. Білім мазмұнын жаңарту жағдайында орта білім беру ұйымдарындағы педагогикалық менеджмент тақырыбында мектеп директорларына арналған біліктілік арттыру курсының мазмұндық модулін мен сіздерге ұсынамын. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясындағы барлық өзгертулер күтілетін нәтижені көздеп, атап айтқанда барлық жүйесінің білім сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Мазмұндық модульдің сұрақтары айтқарлықтай әртүрлі, бірақ оның барлығы бізге белгілі түсінік. Білім беру үрдісін жүйелі бағалауға шоғырландырылған. Мазмұндық модульдің білім беру контенті келесі сұрақтардан тұрады. Педагогикалық менеджмент, мәнісі, спецификасы, іске асыру ұстанымдары. Екінші тақырып, білімдендіру үдерісін басқару жүйесіндегі менеджменттің тиімділігін бағалау критериялары мен параметрларын енгізу. Үшінші тақырып, тайм-менеджмент ережесін қолданып басшының уақытын және оның тиімділігін арттыруды ұйымдастыру. Төртінші тақырып, басқарудың сапасын арттыру ресурсты ретінде ашық баяндама. Бесінші тақырып, білімдендіру үдерісін ұйымдастырудағы жаңа тұрғыдағы жаңа білім беру мазмұнын жаңарту контекстіндегі білімдерді ұйымдастырудың инновациялық дамуын басқару. Алтыншы тақырып, корпоративтік білімдендіру ұстанымдарды арқылы мектепшілік біліктілікті арту жүйесін қалыптастырудың әдістемалық негіздері. Модульдің теориялық материалдарын қарастырғанда мынаға назар аударған өте жөн болады. Білім сапасын басқару түсінігі, жағдай, үдеріс, нәтиже. Біріншіден, барлық құрамын нақты көре білу. Екіншіден, бағалау тәртібін іс жүзіне асыру білу. Оның негізгі сәйкес басқарушылық шешімін шығару. Егер сапаны басқару моделін қарастырсақ, бұл жүйеде маңызды элемент болып табылатын өлшеу, бағалау және сапаны жақсарту. Бірақ жақсарту белгілі жағдай ғана мүмкін. Оны мына слайдта көруге болады. Алғашқы екі модельде алшақталған басқару көрсетіледі. Мұнда кері байланыс қарастырылмаған, немесе бар, бірақ ол формальды түрінде. Сапаны бағалаудың құрылымдық жүйесі ақпаратты алу, интерпретация, басқару шешімін шығару. Сапаны басқарудың тиімді және сенімді құралы болып табылады. Бұл үшінші модельде көрсетілген. Осындай модель әр мектепте іс жүзіне асырылуы өте қажет. Білімдендіру үдерісін басқару жүйесіндегі менеджменттің тиімділігін бағалаудың критериялары мен параметрларын енгізу тақырыбында 2015 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен білім беру саласындағы басқару комитетінің ұсынысымен пилоттық форматта критериялар мен дескрипторлар негізінде білім беру сапасын бағалаудың жаңа тәсілдерін қарастырылған жөн. Апробация барысында пилоттық тексеруде критериялар мен дескрипторлар үш топқа бөлуге болады. Бірінші топта оқу тәрбие үдерісінің сапасын қамтамасыз ететін критериялар жатады. Оның ішінде оқыту сапасын бағалау, ресурс сапасын бағалау, балаларды қолдау сапасын бағалау. Екінші топта басқару сапасын қамтамасыз ететін критериялар жатады. Оның ішінде басқару сапасын бағалау, ата-аналар мен әлеумет қарым-қатынас сапасын бағалау. Үшінші топқа нәтиже сапасын бағалау критериялары жатады. Оған ұстаздарға, ата-аналарға, оқушыларға жүргізілген сауалнамалар қорытындысын жатқызуға болады. Жаңа бағалау механизмінің негізгі ерекшелігі әр критерийға дескрипторлардың болуы. Дескриптор үлгілі, жақсы, жақсартуды талап етеді, төмен деген жеткен деңгейді анықтауға мүмкіндік береді.
Тағы бір маңызды ерекшелігі бақылау мен қолдауды үлестіру тәсілдерінің бағыттылығы. Басқару менеджменті маңызды принцип ретінде өзін бақылау рөлін акцентін арттыру. Мұнда тәсіл ішкі және сыртқы аудитті бірыңғай ұстанымда өткізу мүмкіндік береді. Бұл өте маңызды. Тәжірибе көрсеткендей, бағалауға осы тәсілдер қолдануға көмектеседі. Сапаны жоспарлау, сапа көрсеткіштерін талдау мен өлшеу арқылы сапаны бақылау, үдерісті түзету арқылы түзету, сапаны жоспартуды қамтамасыз ету. Басшының кәсіби құзыреттілік деңгейі арттыру міндет ретінде көрсетілген. Ал біз ұсынған курс бағдарламасы осы міндетті сәтті орындауға көмектеседі. Жаңаны танып, білуді қажырлы болыңыз. Барлық тәжірибелік жұмысты орындауға тырысыңыз. Ондағы негізгі мақсат бағалау тәртібін жүзіне асыру арқылы іскерлікті қалыптастыру. Бұл модульді аяқтағанда сіз мектепті басқарудың негізгі ұстанымдары мен идеяларын, білім сапасын басқару аясындағы қазіргі кәсіби құзыреттілікті дамытудың тетігі ретіндегі өзін-өзі басқаруды ұйымдастырудың теориялық негіздерін, білім сапасын мемлекеттік бақылаудың принциптарын енгізілетін өзгерістердің мәнін игересіз. Сонымен қатар, мектептегі инновациялық үдерістердің тиімділігін қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды жүйесін жасау, оның ішінде инновациялық даму бағдарламасы, күтілетін нәтижелерді бағалау, критерияларын дайындау. Педагогикалық менеджмент ұстанымдары бойынша мектепшілік бақылауды ұйымдастырудың амалдары және әдістерін, білім беру ұйымдарының ішкі және сыртқы әрекетінің жағдайына талдау, жасау әдістемесін, бар мәселелерді анықтау, 5 свод талдау жасау бойынша дағдыларыңыз дамиды. Тыңдағандарыңызға рахмет.